Сәлем достар, бүгін өте жұмсақ, дәмі тілі үйіретін кекіс жасаймыз. Жұмыртқаларды жарып алып, қантымызды қосып ерігенше араластырамыз. Тұзымызды қосамыз. Қаймағымызды қосып араластырамыз. Қоюлатылған сүт, яғни сгущенка қосамыз. Майымызды қосып араластырамыз. Ұн қопсытқышымызды қосамыз. Ұнды екі бөлікке бөліп араластырамыз. Екінші бөлігін қосып, жақсылап араластырамыз. Формамызды майлап аламыз. Кекістің қамырын бір тегіс етіп салып шығамыз. Бетін тегістеп, өз қалауларыңыз бойынша бетін әсемдесеңіздер болады. Мен мейіз салдым. Жаңғақ немесе вареньемен жасасаңыздар да өте дәмді болады. 180 градуста 25 минут пісіріп алдым. Сіздер өз пештеріңіздің градусына қарай пісіресіздер. Әбден суытып болып, бетіне осылай сахарный пудра сеуіп шығасыздар. Кексіміз өте жұмсақ, дәмді болып балаларға ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.